Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы 18 ғасырдағы қазақтардың материалдық мәдениеті. Зерттеу сұрағы: қазақтың ұлттық қолданбалы өнерінің бірегейлігі неде? Сабақтың мақсаты: қазақ халқының қолөнері ұсталық, зергерлік қолданбалы өнермен танысу, қолданбалы өнердің жетістіктерін бағалау. Жаңа ұғымдар: бірегейлік нысанның өз ұғымына барабарлығын, болмысының нақтылығын, тұтастығын білдіреді. Қолданбалы өнер тұрмысқа қажетті көркем, жиһаздық заттарды жасайтын шығармашылықтың түрі. Негізінен түрлі үй жиһаздары, сәндік заттар, жиһаз, зергерлік, өрнекпен әшекейленген заттар жатады. Көшпелі және жартылай көшпелі өмір салтын ұстанған қазақ халқы үшін мал тіршіліктің негізгі көзі саналған. Бұл туралы далалық тұрмыстың білгірі Шоқан Уәлиханов былай деді: Көшпелі адам малмен ішіп-жеп киінеді. Ол үшін мал өз тыныштығынан да бағалы. Қазақтардағы амандасу да «мал жан аман ба» деген сөзден басталады. Мал шаруашылығы өнімдері күнделікті тұрмыста кеңінен қолданылады. Мал терісінен тымақ, тулақ, ерлерге арналған белдік, аяқ киім, қой терісінен тон, жылқы мен түйе терісінен сусын құятын ыдыс, аң терісінен ішік жасаған. Оларды дайындау технологиясы ғасырлар мен мың жылдықтар бойы қалыптасқан. Қолмен өңдеп табиғи бояулармен бояған. Тері өңдеумен негізінен ерлер айналысқан. Теріні тиімді пайдалану, өңдеп тұрмысқа жарату ата-бабамыздың ұлт мәдениетіндегі ерекше қолөнер түрі болып қалыптасты. Күнделікті тіршілікке қажетті заттарды ағаш пен сүйектен жасаған. Шеберлер ағаштан ыдыс-аяқтар, музыкалық аспаптар, сыбызғы, кебеже, күбі, сандық, астау, ожау, домбыра, қобыз, балта, тағы да басқа заттар жасаған. Бұл заттарды жасау үшін материал ретінде қатты ағаштар, үйеңкі, қайың, қарағаш қолданылған. Бұл материал өте қолжетімді әрі бұйым даярлауға, сондай-ақ тасымалдау үшін де жеңіл болған. Ағаштан кигіз үйдің негізін жасайтын адамды үйші деп атаған. Ағаштан жасалған бұйымдар тек тұрмыстық қажетке ғана емес, қазақ халқының эстетикалық талғамын, дүниетанымын, шеберлігін көрсететін мәдени мұра болып табылады. Зергерлер мен ұсталар шаруашылыққа қажетті бұйымдар жасаумен айналысқан. Олар шолпы, білезік, ауыздық, жүген, ер-тұман, ноқта жасаған. Темір өңдеумен айналысатын мамандарды далалықтар ұста деп атаған. Ер-тұман әбзелдері мен ер-тоқым, жүген, тартпа, қамшы, құйысқан жасаумен ершілер айналысқан. Зергерлік әшекей бұйымдарды жасау өнері: қазақ зергерлері сәндік әшекейлерді әзірлеуде нақыштау, дәнекерлеу, шеку сияқты түрлі әдістерді меңгерген. Зергерлік өнерде негізінен күміс пайдаланылған. Күміс жамандықтан сақтайтын таза металл деп есептелінген. Шеберлер мен зергерлердің қолынан шыққан бұйымдар көздің жауын алатындай өте керемет еді. Көшпелі қазақтарда кең тараған материалдардың бірі қой, ешкі, түйенің жүні еді. Одан бетіне ою-өрнек басылып жасалған кілем,
сырмақ, оюлап жасалған ыдыс-аяқтарға арналған аяққап, жұқа кигізден қалпақ тігіліп, көшпелі өмірге қолайлы бұйымдар әзірленген. Кигіз басумен айналысқан көшпелілер оның технологиясын барынша меңгеріп, бірегей өнер дәрежесіне жеткізген. Кигіз басу көп уақытты қажет ететіндіктен, онымен негізінен әйелдер айналысты. Ол тазартып өңделген жүнді жаю, ыстық су себу сияқты кезеңдерден тұрды. Дәстүрлі үй мүлкінің бірі кілем. Ол тоқылу ерекшелігі мен ою өрнектеріне қарай түкті және түксіз кілем болып бөлінеді. Кілем қарапайым құрылғы өрмек арқылы тоқылды. Кілем тоқудың күрделілігіне байланысты асар жасалып отырған. Кілем тоқитын үйдің иесі ауылдастары мен туысқандарын көмекке шақырған. Олар іскер шебердің бақылауымен кілем тоқыған. Бұл тек ұйымдасқан еңбек түрі ғана емес, сонымен қатар жастарды үйретудің әдісі болатын. Қазақ халқы ою өрнекке аса мән берген. Тұрмысқа қажетті заттар мен бұйымдарға, ыдыс-аяқтарға, киімдерге, бас киімдерге, әшекей бұйымдарға, музыкалық аспаптарға сан алуан ою өрнектерді салып безендірген. Қазақ ою өрнектерінде алуан түрлі сарындар, жан-жануарлар, өсімдіктердің бейнесі, геометриялық нақыштар кездеседі. Қазақтардың түсінігінде ою өрнек байлық пен молшылықты, еркіндік пен дербестікті білдірген. Ою түрлерін қошқар мүйіз, қос мүйіз, сынық мүйіз, түйе мойын, өрнек түрлері кең таралған. Қазақтардың баспанасы кигіз үй. Кигіз үй қазақ халқының ежелгі тұрмысында аса маңызды орын алған, ғасырлар бойы өмір салтына бейімделген. Ол тек баспана ғана емес, халықтың дүниетанымы мен өмір сүру философиясының көрінісі. Сүйегі ағаш бөлігі кереге уық шаңырақтан тұрады. Жабуы киізден жасалған туырлық, үздік, түндік арқылы үй жылылығы сақталды. Жылжымалы тор кереге мен шаңырақты жалғастыратын ағаш уық, кигіз үйдің төбесі шаңырақ. Керегенің әр бөлігі қанат деп аталатын қабырғалардан тұрады. Қайыңды иіп бірнеше иіндіні қималастырып, шеңбер бейнелес етіп шаңырақ жасалған. Шаңырақ отбасының бірліктің белгісі. Уық шаңырақ пен кереге ортасын қосатын иінді ағаш. Кереге үй қабырғасы. Көз керегенің тор көздері. Сықырлауық кигіз үйдің ағаштан жасалған есігі. Босаға маңдайша мен табалдырықты қосатын және керегеге бекітілетін ағаш. Кигіз үй көшпелі өмір салтына өте ыңғайлы, тез жиналып, оңай тасымалданатын тұрғын үй. Кигіз үйдің дөңгелек пішіні табиғатпен үйлесімділіктің, аспан мен жердің бір тұтастығын білдіреді. Материалдарының табиғилығы қазақ халқының санасының жоғары болғанын көрсетеді. Кигіз үй жылы үйя, туыстық пен дәстүрдің нышаны, ұлттық рухтың белгісі. Енді балалар тақырыпқа байланысты тапсырмалар орындайды. Бірінші тапсырма. Қазақтардың киімдерінің басты материалы не болды? Дұрыс жауабы: қазақтардың киімдерінің басты материалы жүн мен былғары болды. Келесі тапсырма.
Қазақтың дәстүрлі ерлер бас киімін ата. Дұрыс жауабы: қазақтың ерлер бас киімі бөрік, тымақ, қалпақ, малақай, тақия болды. Келесі тапсырма: қолөнердің кең тараған түрлерін ата. Дұрыс жауабы: қолөнердің кең тараған түрлері ағаш өңдеу, зергерлік, кілем тоқу, тері өңдеу. Келесі тапсырма: шеберлер ағаш бұйымдарын жасауда қандай ағаш түрлерін қолданған? Дұрыс жауабы: шеберлер ағаш бұйымдарын жасауда материал ретінде қатты ағаштар, қайың, үйеңкі, емен, қарағаш қолданылған. Екінші тапсырма: кәсіп иесі мен қызметін сәйкестендір. Дұрыс жауабы: үйші ағаштан кигіз үйдің негізін жасайтын шебер. Ұста: темір өңдеумен айналысатын мамандарды далалықтар ұста деп атаған. Шебер: музыкалық аспаптар жасаушы. Ерші: ер-тұман әбзелдерін әзірлеуші. Зергер: сәндік әшекей бұйымдар жасаушы. Енді балалар қоржынды таңдау арқылы тапсырмалар орындайық. Тапсырма: киіз үй бөліктерін атап, олардың қызметін түсіндір. Жауабы: ағаш қаңқасы, кереге, уық, шаңырақ, босаға, бесік, есік жабуы, туылдырық, үзік, түндік. Кигіз үйдің әр бөлігі бір-бірінен тығыз байланыста болып, үйдің беріктігіне, жылылығына және ыңғайлығына қызмет етеді. Келесі қоржынымыз: қазақтың материалдық мәдениетінің ерекшелігі неде? Дұрыс жауабы: қазақтың материалдық мәдениетінің ерекшелігі көшпелі өмірге сай икемділік, табиғи материалдарды пайдалану, сұлулықтың үйлесімділігі, ұлттық дәстүрдің сақталуы. Қазақтың материалдық мәдениеті табиғатпен үйлескен, көшпелі өмірге бейімделген бірегей мәдениет. Келесі қоржындағы тапсырманы таңдап орындайық. Кигіз үйдің көшпелі өмірге қолайлығын дәлелде. Дұрыс жауабы: жеңіл және тез жиналатын құрылым, тасымалдауға оңай, табиғат жағдайына бейімделген, ішкі кеңістіктің ыңғайлылығы, табиғи материалдан жасалады. Келесі қоржындағы тапсырмамыз таңдап орындайық. Ата-бабамыздан келе жатқан қандай ағаш бұйымдары қазірге дейін қолданылып келеді? Дұрыс жауабы: ат әбзелдері, ер-тоқым, қамшы, үзеңгі, ыдыс-аяқтар, астау, ожау, тостаған, күбі, табақ, бесік, сандық, жүкаяқ, кигіз үйдің ағаш сүйегі қазіргі күнге дейін қолданылып келеді.
Келесі қоржынымыз таңдап тапсырма орындайық. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы кигіз үйдің маңыздылығы туралы айт. Дұрыс жауабы кигіз үй қазақ қоғамында өте маңызды орын алған. Ол көшпелі өмірге бейімделген ыңғайлы баспана, отбасының бірлігін, қонақжайлылығын және жылуын білдіреді. Кигіз үй қазақ халқының өмірі, мәдениеті мен дүниетанымының басты белгісі, ұлттық бірегейліктің символы. Келесі қоржынымыз таңдап тапсырма орындайық. Тұрмысқа қажетті көркем жиһаздық заттарды жасайтын шығармашылықтың түрі қалай аталады? Қолданбалы өнер тұрмысқа қажетті көркем шығармашылықтың түрі. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, 18 ғасырда қазақтардың материалдық мәдениеті олардың көшпелі және жартылай көшпелі өмір салтына сай қалыптасты. Қазақ қоғамы табиғат пен үйлесімді өмір сүріп, тұрмыстық бұйымдарды қолөнер шеберлерінің еңбегімен өндірді. 18 ғасырда қазақ материалдық мәдениеті көшпелі өмір салтының тәжірибесі мен ұлттық дүниетаным арқылы қалыптасып, қазақ халқының рухани және мәдени бірегейлігін айқындайтын маңызды тарихи мұра болып табылады. Үй тапсырмас. 18 ғасырдағы қазақтардың материалдық мәдениеті, ұлттық бірегейліктің негізі тақырыбында шағын эссе жазу.